Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі ашық сабағымызды бастамас бұрын аты жөнім Бірәлбекова Айшана, осы аспаз мамандығы бойынша арнайы пән оқытушысымын. Бүгінгі сабағымыздың ашық сабағымызды бастамай тұрып, өзіміз күніге соткеде отырамыз, әлеуметтік желілерге кіреміз. Сол үшін соған байланысты мен өзгеше қылып топқа бөлейін деп отырмын. Топқа бөлу үшін мен мынандай әлеуметтік желіде отыратын, ВК-да отырасыздар, яғни Инстаграмда отырасыздар. Инстаграмда отырасыздар, ТикТокта отырасыздар. Осы топ бойынша сіздерді 3 топқа бөлемін. Алдарыңызға арттарында топқа бөлінгендер жаңағы қайсысы қай жерде отырғандарыңызды арттарыңызға 3 топқа бөліп қойғанмын. Қазір сіздерге мынаны тарқатамын. Сол топ бойынша топқа бөлініп отырамыз. Нешінші топта қайсыңыз қай жерде отырғандарыңыз топқа бөлініп отырамыз. Топтарыңызға бөлініп отырыңыздар. Міне енді топқа бөлініп алдық. Топқа бөлініп алғаннан кейін бұл жерде топ бойынша жаңағы нелеріңіз неғылып отырады, жаңағы баға қойылып отырады. Лайк бар емес пе? Әр қайсысына лайк басылады. Алдарыңызда парақ тұр, соған міне лайктарыңызды әр қайсымыз жауап бергендеріңізге қарай лайк басып отырамыз. Бірінші топ бойынша есептелінеді, қорытындылар, содан кейін жаңа жеке топқа бағаланады. Мына лайктарыңызды алдарыңызға тарқатып беремін. Түсіндіңіздер, әр жауап берген жауаптарыңызға топ бойынша лайк басасыздар, жеке өзіңіз айтқандарыңызға лайк басып отырасыздар. Үй тапсырмасын сұрақ берілген, үй тапсырмасын пысықтап алу үшін үй тапсырмасының сұрағын оқимын. Көшелер дайындау жолдарына байланысты қанша түрге бөлінеді? Мен Қана айтамын. Көшелер дайындау жолдарына байланысты 2 топқа бөлінеді. Сұйықтық және тығыз. Сұйыққа көшелер, сорпа, жарма жатады. Квас қайнатасы, ал тығызға жаңағы ол кәрмелер, оған жаңағы майлар, белоктар. Осы екеуі жатады. Көше ассортименті әртүрлі болуына байланысты қандай топтарға бөлінеді? Ассортиментіне қарай. Олар 3 топқа бөлінеді. Беру температурасы бойынша, дайындау әдісі бойынша және сұйық негіз бойынша болып 3-ке бөлінеді. Бізге қарай лайк басып отырамыз. Топтарымызға. Ары қарай, қандай көшелерді қатықталған көшелер тобына жатады? Қатықталған көшелер деп сорпада, саңырауқұлақта дайындалады. Көкөністерден, картоптан, жармадан жаңағы дайындалады. Ал көшелерді қатықталған көшелер ең көп таралған көшелер тобына жатады. Олардың әзірлеу үшін алдымен қажетті өнімдерді дайындап аламыз. Дұрыс. Ары қарай, макарон өнімдеріне дайындалған көше қалай дайындалады дейді? Макарон өнімдерінен дайындалатын көшелер. Ал сіз айталарыңыз. Макарон жұмыр кеспе өнімдерінен әзірленеді. Пісірген жұмыр кеспе өнімдерінің әзірлеу сыртқы түрі жағын ажыратады. Және форма сақтау тым болу керек. Өз ара білдіріп мүмкін пісірілген жұмыр кеспе қақталады. Дұрыс. Сондай екен, жұмыр кеспелерде макарон қосқан екен, сондайлармен белгіленеді екен. Дұрыс. Ары қарай өтеміз. 60 сұраққа мөлдір сорпалар қандай гарнирлермен беріледі дейді? Мөлдір сорпаларды. Мөлдір сорпалар жаңағы негізінде тәбет ашу үшін дайындалады. Мөлдір көжелерді мөлдір сорпалардан ал гарнирін бөлек дайындайды. Мөлдір сорпаларын тауық, балық, сүйек сорпасымен дайындайды. Ал гарнирлерін
көкөністерден, жармалардан, жұмыр кеспеден, өнімдерінен және ет, балықпен дайындалады. Дұрыс, иә, дұрыс айттыңыз. Ана жауап бергендеріңізге қарай лайктарыңыз басып отырыңыздар. Қазір осыдан кейін топ-топпен қорытындысын шығарып отырамыз. Картоп езбе көжесі қалай әзірленеді? Үйретәлізді көжелер жармадан, бұршақ тұқымдастардан, құстан, бауырдан және саңырауқұлақтардан тұрады. Сүйекті сорпадан, қайнатпадан және көже рецептурасына кіретін өнімдерді қайнату кезінде алынатын сорпадан, сүттен өнімдерден қайнатып бұқтырылады. Дұрыс, иә, отырыңыз. Лайкыңыз есіңізде жетсін. Ыстық және салқын көжелерді беру температуралар қандай дейді? Қайсы топ? Ал, ыстық және салқын көжелерді бірінші ыстық көжені 75 градустан жоғары болмау керек, ал салқын көжелер 14 градустан төмен болмау керек. Көжелер қалай әзірленеді дейді? Тәтті көжелер. жеміс жидектер, шарбаттар дайындалады. Осы берілген сұрақ 10 сұраққа берілгенді енді қорытындылаймыз. Қай топта қанша лайк жиналғандарыңыз? Сіздерде қанша лайк жиналған екен? Сіздерде 5 лайк жиналған екен, бірінші топ. Мына аяқта 6 лайк жиналған екен. Содан кейін мына жақта қанша? Сіздерде қанша? Төртеу ма? Біріншісінде мына жақта сіздердің топтарыңыз неше топ еді? Үшінші топ алда келатыр екен, лайктарын басып сұрақтарға жауап бергендеріне қараймын. Енді ары қарай екінші технологиялық диктант. Мұны аралымызда үй тапсырмасында өткенде жаңағы араларында сөздер қойып жазамыз. Сіздерге тарқатамын қазір, соған қарап арасын толтырыңыздар. 3 минут беріледі, 3 минуттың ішінде осыны толтырып, тез топ болып жауап береміз. Топ-топқа жауап беріңіз. Жазыңыздар тезірек. 3 минут уақыт беріледі, болыңыздар тезірек. Қалай жазғандарыңызды, дұрыстықтарын? Дұрыс пекен? Дұрыстарыңыз, кәні көреміз. Жаңағы дұрыстарыңыз, лайктарыңыз, сасып отырыңыздар. Кәнеки? Сіздерді дұрыс екен? Болды. Лайктарыңыз басып отырыңыздар. Енді бүгінгі тақырыбымызда мына көжелер деп қойылып тұр. Мына ішінде көжелердің ішіне қосылатын өнімдер жазылған. Кәні өнімдердің ішіне, мына көженің ішіне қосқанда бір тамақтың аты шығады, көженің аты шығады. Кәні не қосылады екен? Айтып жіберіңіздер. Ішіне қосылатындар. Жарма, Не тағы? күріш, Лобия. көже болады. Енді сонда бүгінгі тақырыбымыз не болып келеді екен? Жарма мен бұршақ қосылған көже шығады екен. Иә, дұрыс. Жарма мен бұршақ қосылған көже болып бүгінгі жаңа тақырыбымыз шықты. Жаңа тақырыбымыздың енді мақсатын айта кететін болсам, жарма мен бұршақта қосылған көжелер туралы мәлімет береміз. Жарма мен бұршақтарға қосылған көжелерді үйрету және меңгерту. Жарма мен бұршақтар қосылған көжелер мен дайындау технологиясына жасалатын тағамдар түрлерімен таныстыра отырып, оның орындалу шарттарының сақталуын қадағалау. Міндеті мен күтілетін нәтижелерге жармалар мен бұршақтар қосылған көжелер дайындауда қолданылатын шикізатты анықтайды.
салқын көшелердің технологиялық картаны түсіндіреді, жармалар мен бұршақтар қосылған көшелердің технологиясын анықтайды. Бүгінгі өтетін сабағымыздың мақсаты осындай. Енді бұршақ тұқымдастарға жататындар, бұршақ тұқымдастарға горох жатады екен, маш, чечевица жатады екен, соя, фасоль. Горохтан жасалатын және маштан жасалатын көшелерді білесіздер, қандай екен, қалай жасалынады? Күнделікті пайдаланып, өзіміздің күнделікті дайындайтын тамақтарымыз екен. Енді міне майсок дейді. Майсокты да үйде дайындаламыз. Бұл жерде тарыны, яғни үйде де дайындалып жатады. Сөктің тармақтап, қызығынан, яғни бұны тазартып алып, жақсылап жуып алып, яғни суға бұқтырып, суға майыстырамыз, қант салғанын араластырып. дұрыс. Құмық деп атады, қара құмық. Гречкадан жасалатын. Гречканың диеталық тағамдарға жатады. Бұл да жаңа гречкадан. Бұны сүтпен де, диеталық тағамдық болғаннан кейін сүтпен де бола береді, сүтке араластырып, гарнир ретінде де қолдана беруге болады екен. Тестіміз тұр. Бұл тесті сіздердің софтлеріңізге жіберіледі. Google тест деп айтылады. Google тест бойынша тест жібереміз. Софтлеріңізді ашасыздар. Қазір мен уже жіберіп қойдым. Ссылкасын жіберіп қойдым. Соған қарап, ашып, тестке жауап береміз. Тесттің уақытысы 2 минутта жауап береміз. Тест тездетіп, жауаптарыңызды жауаптарыңызды берген отырыңыздар тезірек. Бұл жеке жұмыс. Жеке жұмысында 2 минут уақыт беріледі, тез ашып, жіберген ссылканы ашып, ішінде тесттерге жауап береміз. Бұл жеке жұмыс, әрқайсымыз жеке жауап береміз. Өткен сабағымызға енді кері байланыс қалайық. Бүгін мен білдім дейді. Қайсыңыз не білдіңіздер? Мен қара құмықты айтайын, грешка. Грешкадан білгенім, оның өте пайдасы зор көп екен. Емдікке және де өзіміздің тағамымыз ретінде грешканы жаңағы ауырғанда, сахарға, диетаға пайдаланып су ретінде, құрғақ ретінде пайдаланады екен. Дұрыс. Ағзаға сіңімді. Дұрыс. Қиындық тудырды дейді. Не қиындық тудырды? Қиындық тудырмады ма? Келесі, мен үйрендім дейді. Мен үйрендім дейді. Мен үйрендім жарма мен бұршақты технологиялық картасымен дәмді болып шығатынын соны үйрендім. Дұрыс. Қолдарыңызда не келеді екен? Барлық тағам пісіру қолыңыздан Иә. Барлық тағамды пісіруді қолыңыздан келеді ғой. Иә, қолдарыңыздан тамақ пісіріп жүрген екен, тамақты. Иә, дұрыс. Рахмет. Енді сабағымыздың бүгінгі қорытындылаймыз сабағымызды. Лайк жинағандарыңызды жеке-жеке жинағандарыңыздың бәрін лайктарыңызды есептеп шығарамыз. Бүгінгі 3-ші топ сіздерді, 2-ші топтарыңызда лайктарыңыз қанша екен? 14 лайк екен. 2-ші топта сіздерді нелеріңіз? 3-ші топта лайктарыңыз қанша сіздерді? 10 ба? 15 лайк. Бірінші топта лайктарыңыз қанша екен? Есептеп жіберіңіздер. 20? Енді әрқайсымыздың топқа
бөлінген кезіміздегі бірінші топ 20 мен бірінші орында. Екінші топта сіздердікі, үшінші топ екінші орында, екінші топ үшінші орында екен. Рахмет. Сонымен әрқайсыңыздар жекелей келген кезінде Раушан апай орныңыздан тұрамыз. Рахмет. Бүгінгі сабаққа белсене қатыстыңыз. Сонымен Нұргүл апай белсене қатысқандарыңыз үшін рахмет. Жаңа сұрақтардың кімдеріне? Мына топтан Гүлбал апай белсене қатысып, Махаббат апай белсене қатысқандарыңызға көп рахмет. Бүгінгі сабағымызды осымен аяқтаймыз. Белсене қатысқандарыңыз үшін рахмет. Үйде жарма мен жаңа бұршақ тұқымдастардан жасалатын көшелерді оқып, технологиялық картасын дайындап келеміз. Жақсы. Сау болыңыздар.